Ассалаумағалейкум достар, Спортмастер каналына қош келдің. Менің атым Нұрфат. Бүгінгі видеода мен сіздерге омыртқаны қалай түзетуге болады, омыртқаға арналған топ 6 жаттығуды көрсететін боламын. Егер сіз бұл жаттығуды үй жағдайында орындап отырсаңыздар, омыртқаның майысуынан және бүкірліктен құтыла алатын боласыздар. Көп жағдайда бүкіру телефон мен компьютерді көп қолданғаннан болады. Яғни балалар, адамдар телефонды сағанда бүйтіп ұстайды. Содан арқаның бүкіреуі пайда болады. Егер сіз осы бүкірліктен құтылмай, яғни жаттығуларды орындамен көп жүре берсеңіз, сіз сол бүкірліктен вообще құтыла алмайсыздар. Яғни мәңгілік сол бүкірліктен қалып қаласыздар. Ал бүгінгі видеода мен сіздерге әдейі дайындап қойдым. Топ 6 жаттығу дайындап қойдым. Осы 6 жаттығуды қайталап сіздер бүкірліктен тура бір айдың ішінде құтыла алатын боласыздар. Сол үшін видеоның соңынан көріңіздер. Мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер және комментарий қалдырып кетіңіздер. Өйткені бұл Қазақстандағы қарқынды дамып жатқан фитнес канал. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздің бірінші жаттығу. Мынандай қабырғаға тұрамыз, арқамызды тигіземіз қабырғаға. Және де қол аяғымызды түзу ұстаймыз. Міндетті түрде арқамызды қабырғаға тигізуіміз керек. Және қолымызды былай қоямыз. Және жоғарыға апарамыз. Сосын түскенде 2 секунд кідіреміз. Осылай 15 рет жасаймыз. Достар, біздің екінші жаттығу қабырғада орындалады. Бағанағындай қолымызды түзу созамыз, қолымызды. Және мына қолымызды мына жаққа тигіземіз. Ашамыз. Тигіземіз. Ашамыз. Тигіземіз. Ағамыз. Ашамыз. Тигіземіз. Ашамыз. Бұл жаттығу сіздің омыртқаңыздың түзелуіне жақсы пайдасын тигізеді. 10 реттен жасайтын боламыз. Келесі жаққа ауысамыз. Тоже 10 рет жасаймыз. Достар, біздің үшінші жаттығу орамалмен орындалады. Орамал керек. Бұл жаттығу арқаға өте жақсы пайдасын тигізеді. Яғни омыртқаңыздың түзелуіне, бүкіреуден құтылуға жақсы пайдасын тигізеді. Яғни орамалды былай аламыз, және былай түсіреміз, және артқа түсіреміз. Техникасын қазір видеода көретін боласыз. 15-тен жасайтын боламыз.
Достар, біздің 4-ші жаттығу оралмай орындалады. Тура бағанан 3-ші жаттығу сияқты, бірақ жерде орындалады. Бұл жаттығуда 10 рет жасаймыз, 10-нан жасайтын боламыз. Достар, біздің 5-ші жаттығу бұлай орындалады. Қолымызды түзу тұрамыз, арқамызды тік ұстаймыз. Және бұлай көтереміз. Бұл жаттығу сіздің омыртқаңыздың түзелуіне жақсы пайдасын тигізеді. Көбінесе бүкірлік сол омыртқаның қисаюынан пайда болады. Бұл жаттығу омыртқаның түзеуіне жақсы пайдасын тигізеді. 15-ден қайталаймыз. Алтыншы соңғы жаттығу супермен деп аталады. Яғни қолымызды және аяғымызды бірге көтереміз. Бұл жаттығудан 10 рет жасайтын боламыз. Бұл жаттығу ең пайдалы жақсы жаттығу, омыртқаның түзелуіне және бүкіреуден құтылуға көмектесетін болады. Достар, осымен біздің жаттығуларымыз аяқталды. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің топ 6 жаттығуымды көрсеттім. Бұл жаттығуларды сіздер қайталап бүкірліктен, яғни омыртқаңызды түзей алатын боласыздар. Яғни сіздің омыртқаңыз мынандай шеңбер қисық болса, бұл жаттығуларды қайталап омыртқаңызды дүп-түзу қылдыра алатын боласыздар. Менікіндей дүп-түзу қылдыра алатын боласыздар. Жаттығуларды саған ешқандай құрал жабдық керек емес, тек қана сүлгі, орамал қажет. Үй жағдайын жасайтын боласың. Бұл жаттығулар күнделікті қайталап отыр, сізге пайдасын тигізсін десеңіз. Егер бұл жаттығулар сізге бір жаттығу, бір тренировка болсын десеңіз, видеода көрсетілгендей 3-4 подход жасайтын боласыздар. Видео ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бүгінгі видеода болған мен сіздермен Нұрфат. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.